Біз енді бұрыннан танимыз. Ең бірінші мен бұл семьяда сол Әбдіжаппар ағамызбен таныстық студент кезімізде, Египетте оқып жүргенде. Кейін Әбдіғаппар мен Әбдісаттар ағалармен таныстық. Қажылық компаниясында бірге бір терінің пұшпағын илеп жүргеннен кейін әрдайым Меккеде де, Мәдинада да бірге жүрдік. Соңғы уақыттарда 3 жыл қатарынан біз бірігіп бір қонақ үйлерді алып отырдық. Сонда мынау 2019 жылғы қажылықта бір ұшақпен ұшып бара жатырмыз. Компания басшыларына алдыңғы орын берген екен. Енді арабтардың ұшақтары. Сөйтіп ең соңғы болып ұшаққа міндім. Орныма келсем, қасымда Әбдіғаппар ағамыз отыр екен. Сосын айттым, "О, аға," дедім, қуанып қалдым. "Мына арабтар негізі білет," дедім да, "мына қожаларды әдейі алдыға отырғызған. Ұшарда дұға қылсын деп." Сөйтіп самолет ұшқаннан кейін Әбдіғаппар ағаның батасымен ұштық. Кейін жол бойы Әбдіғаппар ағамыз уағызын айтып отырды. Кейін Меккеде болдық, Мәдинада болдық. Қажылығымызды өтеп қайтып бара жатқанымызда Әбдіғаппар ағамызбен ең соңғы болып ұшаққа міндім. Қарасам, менің отыратын орным ең артқы қатар екен. Сөйтіп ең артқы қатарға келдім. Қарасам, жанымда Әбдіғаппар ағамыз отыр тағы да. Сосын мен айтам, "Әбдіғаппар аға, өзі мына арабтар қызық, е. Басында дұға қылдырып алады, қожаларды алдыға отырғызады. Артында қайтар кезде ең артқа отырғызып қояды" деп қалжыңдадық. Бірақ сол кездегі біздің қажылығы, Әбдіғаппар ағамыздың соңғы қажылығы екенін біз ол кезде білген жоқ. Арафада тұрған кезде ол кісі ұзақ дұға қылды. Жылап тұрып дұға қылды. Енді сол Арафада қылған дұғасы ерекше дұға болды. Одан кейін жаңбыр жауды, Алланың нұры жауды. Сол 2019 қажылық бізге Арафада жауған жаңбырмен есте қалды. Және Әбдіғаппар ағамыздың жылап тұрып дұға қылған дұғасымен есте қалған еді.